Сәлеметсіздер ме достар? Каналыма тіркеліп, соңына шейін тыңдап, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Ажырасу. Жұмыстан келгенде жұбайым Жанар кешкі ас дайындап жатыр еді. Жақындап барып, маңызды нәрсе айтуым керек дедім. Қасымда отырды. Айтар сөзім оның жүрегін ауыртатынын түсініп тұрдым. Бірақ қанша қиын болса да айтуым керек. Ажырасайық дедім. Ашуланбады. Қарсы сөз де айтпады. Себебін сұрады. Ешнәрсе айта алмағаныма ренжіді. Басқа елді жақсы көретінімді айта алмадым. Ол түнімен жылап шықты. Бірге өткізген 20 жылдан кейін ажырасу қиын болатынын түсінікті. Оның алдында өзімді кінәлі сезінгенім үшін оған көлік, үй және компаниямның 30% үлесін беретін келісімшарт дайындап қойдым. Бірақ ол қағазға бір қарады да жыртып тастады. Екеуміз мүлдем бейтаныс адамға айналдық. Оның маған жұмсаған уақыты мен күшер жігеріне жаным ашыды. Бірақ жүрек қамы жүрмейді, қазір басқа жанды, ләззатты жақсы көремін. Келесі күні үйге кеш келдім. Әйелім үстел басында бір нәрсе жазып отыр екен. Еш нәрсе айтпай бөлмеме барып ұйықтадым. Ертеңінде маған өз шартым ұсынды. Менен ешқандай материалдық зат қаламайтын, тек ажырасатынымызды бір айға дейін ешкімге айтпай жасырын ұстауымды сұрады. Осы уақыт ішінде жақсы отбасына ұқсап өмір сүруімізді өтінді. Бұған себеп жалғыз ұлымыз Асқардың бір айдан соң университетке түсетіндіктен қабылдау емтиханы кезінде отбасы ішіндегі мәселелер оған кедергі болмасын деген еді екен. Келістім. Екінші шарты бар. Үйленген күні есіктен үйгені қолыма алып кіргізгенімді есіне түсіріп, бір ай бойы оны өз қолыма алып бөлмемізден есікке дейін апарып жүруімді сұрады. Басында есің ауысқасың ба деп ойладым, бірақ ол өткен жылдардың құрметіне келістім. Бұл туралы сүйіктім Ләззатқа айтып едім, бір күлді де, әйелің қиялды жан екен деп мазақ етті. Ақыры әйелімен ажырасатыныма сенімді болғандықтан ол да бұл шартты орындауыма келісті. Бірінші күні еш сезімін қаламаған әйелімді құшағыма алу қиын болды. Көтергенінде қасымда тұрған ұлым бізге қарап, бір-бірімізге деген сезімдеріңіз қандай күшті деп қуанды. Қуанышын жасыра алмады. Ол сөздер ішімді күйдірсе де келіскен дейміз. Әйелімді үйдің есігіне дейін құшағымдап бардым. Ол болса көздерін жұмып, құлағыма ұлымызға ажырасатынымызды айтушы болма деді. Мен үндемедім. Оны есікке дейін апарып үйден бірге шықтық. Ол аялдамаға барып жұмысына баратын автобусты күтті. Мен өз жұмысыма кеттім. Екінші күн бұл ойынды ойнау оңай болды. Оған көптеген бері назар аудармай, оның бетіне түскен майда жімде байқамаппын. Шаштарын ақ түсіпті. Өткен жылдардың ізін көріп қатты ойландым. Үшінші күн оны құшағыма алғанымда ішімде бір сезім пайда болды. Өмірімнің 20 жылын маған арнаған әйелге деген керемет бір сезім. Келесі күні ішімдегі сезім күшейе бастады. Болашақ жарым Ләззатқа бұл туралы айтқан жоқпын. Әйелімді күннен күнге көтеріп жүру Жанар екеумізді бақытқа бөлей бастады. Bir күні оның не кисем екен деп ойланып тұрғанын көрдім. Бұрынғы киімдерін өзіне кеңейіп бара жатқанын айтты. Расында да соңғы күндер қатты арықтап кеткен еді, байқадым. Ажырасатынымызды ойлап, соның уайыммен арықтағанын түсіндім. Еріксіз басынан сипадым. Осы кезде келіп қалған ұлымыз. Әке, анамды құшағыңа тасуың керек деді. Жанарды құшағыма алып жүру үйіміздің бір дәстүріне айналды. Әйелім ұлымды қасына шақырып күлімсіреп құшақтады. Оны құшағыма алып тасығанымда тура үйленген жылдарымыздағыдай сезім кештім. Сезімім еріксіз өзгере бастады. Соңғы, яғни 30-шы күні оны есікке дейін апара жатып, одан барлық үшін кешірім сұрадым. Үйден шығып Ләззатқа барып, әйелмен ажыраспайтынымды айттым. Отбасымыздың әлсірегені, сезімнің жоқтығынан емес, бірімізді бағалай алмағанымыздан екенін енді түсіндім. Үйге қайта жетуге асықтым. Жолдан гүл алып, арасында сен өмірімнің соңына дейін құшағыма таситын боламын деп жаздым. Үйге бара салып, бөлмемізге қарай жүгірдім. Әйелім төсекте жатыр екен. Қасына бардым, дем алмай жатыр. Жедел жәрдем шақырдым, дәрігер. Әйеліңіз 4 айдан бері обыр аурумен ауырған екен. Өкінішке қарай ауру асқынып кетіпті. Содан көз жұмды. Қайғыңызға ортақпын деді. Қатты өкініп жыладым. Басқамен жүріп, әйелімнің обыр аурумен ауырғанын, арпалысқанын білмей де қалыппын. Ал ол менің қамымды ойлап, өміріне санаулы күндер қалғанын білген үшін, ұлымыздың алдында мені анасын тастап кеткен жаман әке ретінде көрсетпеуге тырысыпты. Ең болмағанда ұлымыздың есінде мені жақсы әке, жақсы жұбай болуымды қалапты. Қадірімді білмеген, қадірлім ау, қабірімді құшақтап жылап қалма деген сөз осы айтылуы тиіс. Жаныңызда жүрген жандарды жоғалтқаннан